Шыбық қадасаң тал боп өнетін Жетісу өңірінде қазір қарбалас тірлік. Әсіресе Алматы облысында бақ шаруашылығы қарқынды дамып келеді. Биыл өңір бағбандары 23 мың гектар алма, алмұрт, өрік, шие, шабдалы сынды басқа да ағаштарды күтіп баптауға кірісті. Ондағы 2100 гектар бақ интенсивті технологиямен өсірілуде. Тақырыпты өңірдегі тілшіміз толықтырады. Алматы облысында бақ өсіруге өте қолайлы өңірдің бірі Ұйғыр ауданы. Табиғаты жұмсақ, топырағы құнарлы, суы мол аймақта 3,5 мың гектар бақ бар. Алма, өрік, шабдалы өз алдына аудан бірнеше жылдан бері жаңғақтыда жер сіндіріп, көшет санын көбейтуде. Былтырғы жыл міне жаңғақ көшетіне қызығушылық танытып, Сүмбе ауылдық округінде 380 гектар жерге отырғызылды. Биылғы жылы тағы 300 гектар жерге отырғызамыз деп жоспарлануда. Аудандағы бағбандардың алды бірнеше жылдан бері жинаған өнімін экспортқа шығаруда. Әсіресе осы жердің өрігіне Ресейдің ірі қалаларынан сұраныс артуда. Биыл аудан орталығында жеміс-жидек өңдейтін цех ашылмақ. Бұл өнімді шикізат күйінде емес, түрлі сусынмен тосап жасап, дайын өнім ретінде жөнелтуге мүмкіндік туғызып отыр. Россиядан бізге сатып алушылар келеді. Сол Россияныкі Москва, Санкт-Петербург қалаларына абрикос, шие, шапталарды қазір таңда сатып жатырмыз. Енді біраз алма, шапталыны осы өзімізге Қазақстанда Алматыға, Астанаға жібереміз. Жыл соңына дейін Алматы облысындағы бақтың жалпы аумағы 24 мың гектарға жуықтамақ. Оның 2200 гектары интенсивті технологиямен өсірілсе, қалған аумақта атақты апорт бағы жайқалып өспек. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.